Бәріне сәлем. Бүгін алғаш рет панама жасап көретін боламын. Негізі тоқыма техникасын білемін, сол үшін сондай способпен жасаймын, бірақ тоқыма жіптермен емес, бумага из рафии деген андай материалдармен. Осындай түстегілерін алдым. Розовый, сары и мындай көк пен жасылдың переходындағы цвет и молочный цвет. Толық расходты тек тоқ біткенде ғана білетін боламын. Если что жетпесе, докуплю. Негізі бұл рафидан заттар модно болып жатыр. Особенно тоқылғандары. Мен мангодан көрдім, тағы да масс-маркеттерден банамка, сумка, тағы неше пляжный сумкалар, үлкен, кішкентай. В общем, еще бағалары, знаете, сколько? Знаете? 17 мың, 20 мың, сондай тұрады. Ал мен біреуін мысалға, кішкентайын 250-ге сатып алдым. Мені басқа жерден алдым, бұл 280 теңге тұрады. 20 метр. В общем, көреміз қанша ақша кететінін, но примерно бәрібірде 20 мыңға шықпайды, бәрібірде 3-5 мыңдай болуы мүмкін. Конечно, это ручная работа, поэтому сондай бағада тұрады, но зато өзіміздің дизайнымыздағы өзімізге ұнайтынын жасай алатын боламыз. Так что давайте сделаем и посмотрим, как получится у меня. Алыста тұрғанда көрінбейді екен, бірақ осындай бүгін яркий мейк жасаған болатынмын. Алдымен осылай бірігіп тұрған рафи қағазын ашып алу керек, чтобы тоқығанда ыңғайлы болу үшін, яғни эластичнее. Ашылған жақтарын осылай орап қойып жатырмын, чтобы было потом удобно. Короче, я сделала это за 1 000 000 часов. Әлі барлығы қалды. Біреу ғана істедім. Оказывается, басқа оңай способы бар екен. Типа распаривать можно утюгпен. Утюгтан дымқыл пар қосып, и сөйтіп жұмсарып қалады екен, оказывается, рафи жіптері. Бірінші разматываем. Бірінші способ просто пар жіберу. Сейчас попробую. Максимально хлеб. И короче, ашыла бастады. Но я не хочу қайтадан ашып отыруға ұзақ. Поэтому я еще попробую второй способ. Если второй способ, уже типа просто осылай тартып отыру керек. В общем, разница отпаренного и не отпаренного. Но, короче, более мягкий и более жуан уже. Но особо не видно разница вроде бы. Но тут, короче, да, қат қалған. И не эластично особо. А тут прям побольше. Сағат уже 3. Я закончила распаривать все. И қайтадан орап қойдым. Наконец-то. Енді тоқуға көше аламын. Уже келесі күн тоқитын жіптер сияқты оңай емес екен. Тез тоқылады деп ойлағам. Жіп болған соң андай прям қатты тоқу керек екен. И мынау біріншісі жасап көрген узорларымның. Мынау екіншісі. Әртүрлі қылып көрдім, бірақ маған больше біріншісі ұнады. И просто хочу розовый қылдырып істеуге шеттерін. Мен осындай ночное времени жақсы көремін. Қазір сағат 2:30. Бірдеңе айтқым келіп қалды резко. Типа, как люди YouTube көрмейді? Қалай? YouTube көрмейтін подругаларым бар. И сейчас покажу, что я смотрю. Прям каждый өмір баяндарын білем деп айта алмаймын. Блогерлардың YouTube. Но Полина Кудрявцева просто one love. Мен еще English блогерларды көру үшін ғана ағылшынды оқығым келеді.
Короче, мен күшті блогерлер таппай жүрмін ютубтан. Маған особо рекомендация шықпайды. Вот. А так, шетелдік блогерлар прям күшті. Неше түрлі заттар жасайды, DIY жасайды. Олай. Менің стөлім осылай болып жатыр. Мынау схемалар жасап көргім келген. Жасаған, точнее, мынау схемасынікі. Сағат уже 4. Я сделала кругляшки. Әлі барлығы осы істеген. Бірақ маған ұнап жатыр, мен еще драма көріп жатырмын. Алай сердце горю деген. Қайталап. Алдымен бір қолға саусақтарымызға рафи жібін айналдырып аламыз, екінші қолда крючок ұстап, петелька осылай шығарамыз. Бірінші жасап жатқаным бекітуші болып саналады. Одан кейін мына осы кружочкқа 8 петелька жасау керек. Тура видеодағыдай жасасаңдар дұрыс шығады. Крючокты кругтың ішіне кіргізіп, жіпті захват жасап, 2 петлядан сол жіпті қайтадан айналдырып өткіземіз. Солай 8 рет қайталап шығуымыз керек. Сегіз данасын жасап болған соң, қысқа шығып тұрған жіпті тартамыз, сонда кішкентай кружочек пайда болады. И осы кругты бекіту үшін ең шеткі петляға крючокты кіргіземіз да, и жіпті алып шығамыз. Алып шыққан жібімізді қайтадан бір петлядан өткіземіз. Бұл жерде кругтың шетіндегі петлялар точно 8 ба, соны тексеріп жатырмын. Сыртында тұрған ақ түсті қосу үшін кез келген петляға крючокты кіргізіп аламыз да, осылай ақ жіпті айналдырып, сол петлядан шығарамыз. Ақ лепестогымыз бізде жоғары қарай 2 сатыдан орналасады, сол үшін де біз 3 петля бос орап аламыз. Екеуі дайын, и мынау үшіншісі. Жанына қарай жылжуға ақ жіпті орап аламыз, и қайтадан дәл сол петляға кіргізіп, осылай петелька шығарамыз. Енді қайтадан жіпті айналдырамыз да 2 петлядан шығарамыз. Жіпті тағы ораймыз и бастапқы петляға саламыз. Жіпті айналдырып шығарамын и 2 петлядан өткіземін. Солай пока бір петлядан 4 пайда болмағанға дейін жасай берем. Біреу, екеу, үшеу болды. Енді тағы біреу. Айналдырам, салам сол тесікке. Айналдырам и алып шығам екеуінен. Закрепляющий соңғы штрих 4, одан кейін 5 болып тұрған кезде осылайнан бір петляны алып шығамын. И оны бекітемін, тағы бір пустой петля аламын, и келесіне көше беруге болады. Алып шығамын. Одан айналдырам, емес келесіне екіншісіне. Солай 8 рет қайталап шығамын. Алып шығам екеуінен. Айналдырам. Сол жаңақ тесікке тығам, алып шығам, айналдырам, екеуінен алып шығам, и тағы бір өз жасайым, и келесіне көшем. Тесікті таба алмай жатсаңдар, мына жерде міне петелька тұр ғой, соның осы ортасына өткіземіз. Екеуінің, не біреуінің төбесін ғана қылмаймыз, но екеуін де әлеміз. Үшіншісіне тығам, төбесінде тұрған. И содан алып шығуым керек. Оп. И сразу айналдырмайым, сразу маған кіргіземін жапқан кезде. Мені тағы бір айналдырып жіберуге болады, чтобы жібін шығарып тастау үшін. Готово.
Енді квадратик формасын құрайтын розовый түске көшеміз. Жоғары қарай біз 5 петля жасап алуымыз керек. 1, 2, 3, 4 и последний 5. Сосын жіпті айналдырып аламыз, сол тесіктен қайтадан өткіземіз и екеуінен өткіземіз, тағы екеуінен розовыйды өткіземіз. Получается, мынау жері біз 5 жасағанымыз, 2, 3 осы жерде қалады биіктік болып, ал мынау 2 промежуток, яғни арасы. 1 айналдырамыз, саламыз, алып шығамыз, екеуінен өткіземіз и айналдырып тағы екеуінен өткіземіз. Айналдырамыз, саламыз, алып шығамыз, айналдырамыз, екеуінен алып шығамыз, айналдырамыз, екеуінен алып шығамыз. Келесі басқаша. Бұл жерде айналдырамыз, саламыз, алып шығамыз и үшеу тұрғаннан сразу үшеуінен өткізіп жібереміз. Айналдырып, үшеуінен өткіземіз. Айналдырамыз, саламыз, алып шығамыз и сразу үшеуінен өткізіп жібереміз. Айналдырамыз, саламыз, айналдырамыз и үшеуінен сразу өткізіп жібереміз. Хоп, болды. Келесіне көшеміз, оны да тура осылай жасаймыз. Үшін айналдырамыз, мына жерге саламыз, алып шығамыз и екеуінен шығарамыз и екеуінен шығарамыз. Енді екеу айналдырамыз, яғни бостар. 1 бос петлялар, 2. И квадраттың біз шетіне келдік, сол үшін 2 қалдырдық мына жерде өстіп майысу үшін. И тағы 3 осы тесікке жасаймыз. Саламыз, алып шығып, екеуінен шығарамыз. Айналдырамыз, екеуінен шығарамыз. Солай тағы 2 рет жасаймыз. Мынау бұрылыста осылай тік жасаған кезде бостар жасамаймыз. Сразу келесіне көшіп кетеміз. Айналдырып, саламыз. Мынандай мен кезіге берем. Неге шығып кете береді орнынан. Хоп, осылай. Хоп, кірісіп қоям орнына қайта. Асықпай для своей души жасаймын деп, бүгін уже 3-ші күн. Сағат қайтадан 3:30. И мен мынаны істеп жатырмын. Бүгін хочу осындай 8-ін жасап тастауға. Мне, короче, тут вот біреу дайын толықтай. И 2, 3, 4 кругтар дайын, 5. Вот. Тағы істеу керек 3. Енді ғана қасысынан келді, то что мынандайда вообще-то 8 жасау керек. Ой, 8 емес, 8, еще осындай 7. Считайте, что панамка. И на жерде, короче, 8 штук керек, на жерде 7 штук керек. 7-ге 8, значит 15 штук. Төбесін бөлек тоқылады. 넌 취한 것 같아 자꾸만 웃음이 나 어린아이 장난 같아 다정한 밤 공기가 적당한 걸 바랬던 나를 돼 다른 음악이 돼 На улице жара. Мен тағы да қағаздарды алдым. И какой-то бисерға, андай жіптер алдым. Надеюсь, хватит цвета. Я закончила осындай 3 жасауды.
түстен бері тоқып отырмын. Негізі перерывчиктармен дұрыс еді. Бірақ я хочу побыстрее закончить. Результатын көргім келіп тұр. Тезірек киім келіп тұр. Все, кеттім. Өзімнен андай ойбай сансет лампаны жағып қоямын деп өзінше атмосферненько болып тоқып отырамын десем, оказывается, ничего не видно. И көзді ауыртады. Но зато моя футболка светится. Я приступаю к работе. 40 минут дальше утром, потому что моя перфекционистская душа не позволила это. Но, короче, ашламаған киндексы. Так, ашламаған киндексы мынандай. Вроде бы нету разницы, но типа тут больше по объемнее. А тут типа езіліп қалған. Сөзсізме вообще, но прям көресіңдер ма? Аралары ашық, а тут прям жабық. Мен, короче, жетеуін біттім. Енді осы айкиіз көріп жатырмын. Просто ұзын жіпті. Чтобы хочу посмотреть, как это будет выглядеть в моей голове. Короче, я соединила примерно это. Примерно лайк. Вот так странно выглядит. Пока это реально странно выглядит. Это моя корона. И басма примерно свят. И типа мынандайларын жасаймын. И примерно тұру керек. Уже көгін тоқып отырмын, так как розовый бітірдім. Ой, знаете что? Знаете, я закончила квадратики. Ура! Қатты дауыс шығарып қоймай, потому что сағат уже 6 почти. Ұйықтамадым, сағат 6. Та-дам! 나단 8 штук, 나단 7 штук шықты. 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreaming 너와 있을 땐난 I love my life 사라지지만 나의 전부 The chemistry is like no other two 힘들었을 때마다 늘 함께 했던 너 Не-не, екі жіппен секойдым. Тут просто розовый. Вот, артында жасыл мен. По итогу выбрала этот вариант. И на жермен қосылған кезде әдемі көрінеді. Мынаны тоже көппен істеймін. Уже картина шығып жатыр. Сейчас хочу показать, как соединять швы. Сыртқы жақтармен қоямыз. Ортайынан. И сыртындағысын аламыз. Типа, на жерге кіргізбейміз, екеуінен тек біреуінен ғана. Но сыртындағысына. Мысалға, наның дәл ортасын қараймыз. Екі петля бос істедік қой. Соның жақынын на жағын аламын. Сыртынан. И на жақтың тоже сыртынан аламын. Так, на жерде бос петля нау. Үстінен еще. И теперь надо кіргіземіз. Ой, айналдырып. Екеуінен өткіземіз. Все. Келесін алу үшін біз науыны жоғарға көтермейміз. Себебі нәжде көрініп қалады жасыл цвет. Сол үшін астына түсіріп тастаймыз бірінші. И мынау шетіндегісін келесі. Хоп, біреуін ғана. И шетіндегісін төбесінен аламыз. А не на жағынан емес. На ішінен өстіп алмаймыз. А төбесінен. И, короче, аузымызды қайта қолымыз бастап, екеуінен и даже үшеуінен шығарамыз. Хоп. Как нельзя делать? Мысалға шетінен алдын. Инан төбе көтеріп қойып, сыртынан инан алсам қазір. Видите? Уже ошибка сыртынан көрініп қалады. Осыны всегда астынан аламыз. На жерде мен біреу екеу, бірдеу бесеу.
бесеуін қосып жерде розовый төбесі кетеді, ал астында мына жерде мыналар кетеді. Пока шовтарды, квадратиктарды біріктіріп жатырмын. Менде бірақ соединительный шов қалды. Зечка. Ішкі жақтағы мынандай шығып тұрған жіптерді көп қоям. Любой бір петляны алып, ішіне кіргізіп, астына түсіп қоям. Төбесін істеу қиын болатын сияқты. И все-таки мына жіптерді хочу клей пистолетпен жабыстырып тастауға. Видеоның басындағы Стоп. Бұл жерде үстін қалай тоқығанның туториал болу керек болғантын. Бірақ мен басқа видео көріп, и ол слишком выпуклый болып шығып қалды. Сол үшін сендерге дұрыс туториалды қалдырайын, тегіс болып шығатын. Және де мен ол жұмысты 4 сағаттай жасағандықтан не хотела распускать и қайтадан жасауға, сол үшін осылай қалдырдым. И кішкене өзінің фантазияларымды қосып, кішкене текстеу қылдырып жасадым. Я устала. Прям аяқтарым ауырып кетті, арқам. И маған прям күш керек, что большие пальчики на жерлерім ауырып қалды. Тартқан кезде. А то анау қатты. Ал төртбұрыштың бір шеті 12. И мына жерде бізде 7. Получается, 7-ні көбейтеміз 12-ге. И 84 шықты. Енді надан солай 7 қатар жасап шықса, оказывается, тура сондай 84 шығады екен. Получается, кругтың да шеті 84 петлядан тұру керек, чтобы их ровно соединить. Немесе 84-ке жақын болу керек. Мысалға, кругта бізде 80 петля шықты десек, ал жаңағы квадратиктер бізде 84 болса, қосатын кезде 4 петляны қалдырып кету керек болады. Яғни оған жіпті ілмеу керек. Надеюсь, я понятно объяснила. Осымен менің озвучивающий голосым сендерге пока дейді. Қазір 6:30, мен ойлағандай шықпай жатыр. Негізі ұйықтауым керек, но мен қатты результат көргім келетіндіктен, және де ертең уже басқа іспен айналысқым келеді, во-первых, сыртқа шығып деген сияқты. Короче, бір нандайымды жоғалтып алдым. Еще тағы біреу қосқым келіп тұр, потому что бұлар кішірек екен, чем розовый. Мен өзімше мынандай кружоктар жасаймын. И, короче, 7 жасақ қойған ғой мынандай лепестоктарын. Хотела 8 болу керек. Уже басыма киіп көрініп тұр. Иә, көзім асты қап-қара. Себебі сағат 8, мен әлі ұйықтамадым. Бұто кішкене деталька қалды и бітеді. 1, 2, 3. Та-дам! Every time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe, give me some to work with, can you just reassure me? Панамканы түсіруге паркке келдім. Локациялар іздеп жүрмін, қай жерге түсіруге болатынын. Все good. Бүгін дала күшті болып тұр. Ыстық, но все кішкене жел бар. Такой у меня сегодня лук.